себебі біздегі дін көп жағдайда аударма дін. Қазақсың ба, мұсылмансың ба деген сияқты. Түркілердің айырмашылығы, біз дінді қабылдадық, тілді қабылдаған жоқпыз. Арабша келгенін білеміз, бірақ сол мұсылмандық бізге түркше таралды. Сұрақ қояды ғой, қазақсың ба, мұсылмансың ба дегенде намаз оқып жүрген діндар жігіттер қиналып қалады. Түркілік, қазақылық бұл енді тағдыр болатын болса, исламды, мұсылмандықты біз өзіміз таңдадық. Бұл жерде сонымен тең тұру керек. Мен мысалы мұсылманмын деп арабқа еліктей алмаймын. Ассалаумағалейкум, Ақшам подкастының көрермендері. Бүгін біздің кезекті түсіріміміз бір ерекше түсірім болып тұр. Мына басты шаһар Алматы қаласында орналасқан Нұр Мүбарак университетінің медиа алаңында түсіргелі отырмыз. Осы медиа алаңына түсіруге рұқсат берген бізге осы университеттің басшылық құрамына көп рахмет айтамыз. Енді бүгінгі көтеріп отырған мәселеміз актуалды мәселе. Неге десеңіз, біз жалпы қазақ құндылығында ислам құндылықтары қандай? Біз жалпы біздер, соның ішінде жастар дінді дұрыс түсініп жүрміз бе? Қазіргі діни насихаттағы біздің қазақ тілінің немесе тілдің рөлі қандай деген секілді осындай бір мәселелерді қозғағалы отырмыз. Осы Нұр Мүбарак университетінің дінтану кафедрасының аға оқытушылары осы бүгін қонақта. Теологин Жанболат Төлегенұлы және Ботақарай Бауыржан Қонышбайұлы. Көргеніме қуаныштымын, ұстаздар. Енді бүгін жақсы бір сәтті сұхбат болады деген ойдамын. Енді сізге бірден осы әңгімені өрбітсек, Жанболат Төлегенұлы, біз жалпы дінді дұрыс түсініп жүрміз ба? Осылай қойыңызшы бірден сұрақты. Дінді дұрыс түсініп жүрміз ба дегенде, енді оны дұрыс түсінбей жүрміз десек, тағы да кішкене басқаша түсініп қалуы мүмкін. Негізі дұрыс түсінбей жүрген жақтарымыз бар. Жалпы жаңағы біз қазақтың мұсылмандығы, қазақ жеріне исламның таралуына қатысты айтқан кезде, тағы сол 8 ғасырға тірелеміз ғой. Көшпелі халық, көшпелі дала тайпалары, одан кейін ол даладағы көшпелі халықтардың мұсылмандануы, ол көшпелі халықты бір діннен бір дінге ауыстыру, жалпы біздің қазақта емес, жалпы тарихта көшпелі халықтардың дін ауыстыру ұзақ процесс алады. Бірақ яғни ұзақ процесс алса, демек бұл дұрыс түсіндіріледі деген сөз. Яғни дінді дұрыс түсіндіру үшін сонша уақыт қажет болады. Ол жаңағы отырғызып қойып әліппені оқыту, немесе жаңағы күшпен идеологиямен енгізу емес, дұрыс түсінсе көкейіне қонса ғана қабылданатын дін. Яғни көшпелі халықтардың басқа халықтардың айырмашылығы осы. Одан кейін біз енді айтамыз ғой, жаңағы ата бабамыз деп, қазақтың мұсылмандығы деп, сол мұсылмандыққа қатысты айтылатын дәстүр салттан, әдет ғұрыптан, мақал мәтелден, күнделікті өмірден біраз нәрселерді айтып жүрміз ғой қазір. Енді оны сөзбен айтамыз да, іске келген кезде бұл біраз басқаша көрініс тауып жатқан себебі бар. Себебі жеткен, оның іске асуы біраз ұмытылып қалған. Яғни құлақтан жеткенде көзбен ешкім көрмеген. Енді осы жағынан келіп айтқан кезде қаншалықты дұрыс түсініп жүрміз? Осы жерден қозғағанда біраз жауап беруге болады. Себебі көшпелі осы түркі тайпаларын алайық. Көшпелі түркі тайпаларының дінді қабылдауы 5 ғасырға созылды. Сол 8 ғасырдың ортасынан 10 ғасырға жақындағанда алғашқы ислам мемлекеті пайда болды, Қарахандар. Одан кейін сол Алтын Орда Өзбек ханның кезінде ғой, толық таралғаны, жайылғаны. Сосын жаңағы мына енді тырнақшаның ішінде айтайық. Дін атынан сөйлеп жүрген, дін алаңында, дін саласында әңгіме қозғап жүрген адамдардың көбісі кейбір нәрселердің байыбына бармай, біраз нәрселерді кішкене асығыстықпен айтып қояды. Эмоцияға беріліп дейсіз да? Біз дін деген кезде, бірінші дін деген сөз анық түсіндіргіміз келеді. Дін деген не? Көп жағдайда діннің шарттары мен шариғи жағымен түсіндіреді. Бірақ одан бұрын мәні керек қой бізге. Яғни біздің ата бабамыз сондай болған, біздің атамыз керемет мұсылман болған, иманы күшті болған деп жаңағы сол кезде ата бабаның бойларында құндылықтарды айтамыз да, сол құндылықтар біздің бойымызда жоқ. Біз жаңа дін десе бірден діннің шарттарын елестетеміз де, дін десе жаңағы орындалатын құлшылық, дін десе жаңа орындалатын бұйрық, салынатын тыйым. Бұны жоққа шығармаймыз.
ол бар, бірақ бұдан бұрынырақ келетін діннің мәні бар. Демек, біз мәннен бұрын шартқа қарай көп мән беріп кетеміз де, енді шыны керек, әрбірден соң осы шарт адамдарды бір жалықтырып жібереді. Мән жоқ болғаннан кейін. А біздің жаңағы айтып отқан сол мақтанып жүрген ата бабаларымыз осы жерлерін жақсы түсінді. Құлшылықтан бұрын, енді исламнан да бұрын көшпелі балаларда болды ғой дін. Көк тәңір десе де әйтеуір білмеймін, бір жаратушы деп сенді. Ол абстрактылы болсын, ол жаңа басқаша болсын, оның құлшылығы нақты болсын, бірақ жалпы түсінік бір жаратушыға барып тіреледі. Енді осыны исламнан тапқаннан кейін барып қана қабылдап отыр ғой. Демек, бұл жерде көп жағдайда жаңағы дінді түсіндірген кезде тілді айттыңыз. Түсіндіретін адамның дінге қатысты жаңағы ақпаратының, дінге қатысты көңіл көкжиегінің, білім көкжиегінің де кішкене аздау болған осы жерде көрініп қалып жатыр. Себебі біздегі дін көп жағдайда аудармады. Яғни ол жерден ешкімге топырақ шашып көже аяқ деп отқан жоқпыз. Айтып жүрген адамдар шетелден оқып келеді. Араб елдерінен. Саудия бола ма, Иордания бола ма, Мысыр бола ма, оның жаңағы біліміне ешқандай шүбәміз, ешқандай шек қоймаймыз. Бірақ үйреніп келген жерінде ол дінді арабша оқиды. Ол жердегі түсіндірілетін жаңағы ақида болсын, ислам құқы болсын, доктриналды құқықтық жағы болсын, оның жаңағы муамалат, күнделікті өмір тіршілікке қатысты іс-әрекеттер болсын, ол арабша түсіндіріліп, сол жердегі халықтың салт дәстүрі мысал келтіріп отырып түсіндіріледі. Енді мына жаққа келеді де, тура сол үйренгендерін әкеледі, міне дін деп. Осы жерін ажырату керек сияқты. Ол жердегі айтып отқан дәл діннің өзегі, жаңағы өзегі діңгегі не? Соған келтіріліп отқан мысал қайсысы? Сосын оны бірден жаңағы арабша ойлап, қазақша аудара салғаннан гөрі, ол арабша айтылып отқан білімнің қазақша баламасын табу керек. Міне қайда әңгіме. Иә, қазақша баламасында бар ғой енді ол. Ол міндетті түрде ол жерде жоқ, айтылсын, аят хадис келтірсін, өйткені оның бәрі онсыз дін болмайды. Бірақ соны қазақы түсінікпен жаңағы қазақтың мақал мәтелдері, ыңғайлы дейсіз ғой. Сонымен түсіндіру керек. Яғни бұл жерде қарапайым халыққа сіз ислам ғалымын, исламның сахабасын, жаңа исламның құрушысы, орталығы, діңгегі болып тұрған пайғамбарды айтасыз, дұрыс. Бірақ оны қашан қайта бересіз? Яғни қазақтың ортасында болмаған, өмір сүру ортасы басқа болған, өмір салт дәстүрі, дүниетану басқа ұлт өкілін мына жаққа сіз мысал келтіріп берсеңіз, қанша жерден ол адам әулие, қанша жерден тақуа, қанша жерден ғұлама ғалым болғанымен оның нәтижесі аздау болады. Одан гөрі сіз қазақ ортасына мысал келтіріңіз. Қазақша ойлаған, қазақша сөйлеген, қазақша дүниетаным қалыптасқан. Осы жерден мына нәрсені айту керек сияқты, басты ерекшелік ретінде. Яғни бұл жерде енді біреудің діні жоғары, біреудің діні төмен деп айтпаймыз. Ол ұлтқа қатысты, өмір сүрген географиялық ортаға қатысты ерекшелік бұл. Ол енді мұсылман, арабта мұсылман, түркіде мұсылман, оңтүстік шығыс Азияның халықтарда мұсылман, орман халықтарда мұсылман, бірақ әрқайсысының өмір сүру ортасына байланысты дүниетанымды өзгеру керек қой, енді ол өзгермесе дін болмайды ол. Әрине. Сондықтан түркілермен басты айырмашылығы мынау деп білеміз. Яғни сол таяу шығыстағы халықтарға дін тараған кезінде көп халықтар, Ираннан басқасы, дінді қабылдады, дінмен бірге сол дін таралған араб тілінде қабылданды да біраз трансформацияға ұшырап, яғни сол жергілікті халықтар, ол сүриянилер бола ма, ол жаңағы басқа ассириялықтар бола ма, қыптилар бола ма, таяу шығыстағы туысқан халықтар. Қыпти деген Египеттің жергілікті мысырлықтар. Солар дінді қабылдады, тілді қабылдады да арабтан кетті былайша айтқан кезде. Тілдері де арабша, онсыз да мұсылман, бірақ тілмен бірге келген мәдениетті қабылдап кетті. Яғни не өздерінің мәдениеті жұтылып кетті, ассимиляцияға ұшырап, немесе жаңағы өздерінің мәдениетімен араб тілімен келген дәстүр, дүниетаным араласа да басқа бір ортаға шықты. Түркілердің айырмашылығы, біз дінді қабылдадық, тілді қабылдаған жоқпыз. Дінді қабылдадық, тілді қабылдаған жоқпыз. Яғни арабша келгенін білеміз, бірақ сол мұсылмандық бізге түркше таралды. Енді оның басы ең жақсы мысалы өзіміздің жаңағы бүкіл түрк әлеміне, бір жақ Үндістан, бір жақ жаңағы Балқан елдері, Түркияға дейін шәкірттер тарап, ислам таратқан Қожа Ахмет Яссауи түркше таратты. Осы ең басты ерекшелік.
Себебі егер арабшамен бірге қабылдағанда бүгін біздің де жаңа салт дәстүріміз біраз арабтарға, таяу шығыс халықтарына ұқсас болатын ба еді. Себебі көп қой, мысалы Ауғанстанда қашқайлар бар, түркі халқы еді, парсшаны қабылдағаннан кейін парсыланып кетті деген сияқты. Ресейдегі кейбір халықтар, иә. Сосын кейін тағы бір мәселе, біз дінді тікелей арабтардан үйренген жоқпыз. Жаңа тарихшыларда енді бұл жерде де кішкене бәріміз дін саласында сөз сөйлеп жүргеннен кейін оған бәріміздің де қатысымыз бар, әрбірден соң бәріміздің де кішкене кінәміз бар. Біздің жауапкершілігімізден өтетін нәрсе ғой, енді халықты дұрыс сауаттандыру, ақыры осыларда жүргеннен кейін біздерге келіп тиеді. Мынандай түсінік бар халық ортасында. Ислам таралған кезде Орта Азия халықтары жаңағы исламды таратқан адамдары. Енді Орта Азияға дін таратқан қолбасшы ретінде ана кімді айтады ғой? Құтайба соны күтіп отырған екен. Келді, таухид деп түсіндірді, бірден жаңа қабылдай салған сияқты. Жоқ, ондай емес. Енді белгілі ғой, ол одан кейін ол атлақ шайқасына бер жағына келмеген адам. Арабтар қазақ даласындағы Орта Азиядағы көшпелі халықтардың мұсылмандағанын көрген де жоқ. Олар таратқаннан кейін 10-шы ғасырда мұсылман мемлекет пайда болды. Ол кезде мемлекеттердің жаңағы өзгеріп, шекараның өзгеріп жатқан кезде. Біз дінді сол парсылардан алдық. Парсылардан алған үшін жаңағы намаз дейміз, пайғамбар дейміз, ораза дейміз, Құдай дейміз. Енді Алла, Тәңірі болғанмен Құдай көбірек келді. Сол үшін жаңағы Нәби Расулдың орнына пайғамбар дейміз. Парсылардан үйренгенім үшін олар бізге жаңа арағайындық жасады. Сондық үшін біз жаңа тікелей арабтардан емес, парсылардан алғанымыз үшін бір жағы парсылар енді қанша жердің халифаттың құрамында мемлекет болғанымен ол араб жаңа ислам шыққанға дейін үлкен империя болған мемлекет қой. Көп құдайшыл болсын, екі құдайшыл, дуалистік сенімді болсын, өркениеті болған мемлекет, үлкен империя. Вавилондықтарды құратқаны, сол таяу шығысқа біраз жорық жасаған, одан кейін жаңағы сақтардың кезінде Орта Азияға дейін келген үлкен мемлекет, империя құра алған мемлекет, мемлекеттілігі бар. Ол яғни бір өркениет құрса, ол өркениеттің ішінде дін де бар, дәстүр де бар, заң да бар. Ал егер мемлекет бола алмаған болса, ондай дәстүр несінде жоқ болатын болса, тарихында, ол кішкене не болады жаңағы, ондай халықтан, ондай ұлттан жаңағындай бір мәдениеттің несі аздау келеді. Енді бұл жерде бұл белгілі бір халықтарды төмендету емес. Бұл енді тарихта бар болған фактілер ғой. Парс империясы да мемлекет құрған империя болғандықтан дәстүр бар, жүйе бар. Сосын кейін жаңағы олар қанша жерден мұсылмандықты қабылдағаннан кейін мысалы неге бүгін мысалы былай сұрақ қойсақ, неге ирандықтар шииттікті қатты нетеді, қолдады. Енді ол басқа тақырып әрине, бірақ шиизмді қатты қолдап соны алуының да себебінде кішкене саяси болып жатыр ғой. Ана араб мұсылмандарынан парсы мұсылмандар өзгеше болу керек. Арабтарға қатысты кішкене жек көрушісі бір несі бар, яғни іштерінде бір реніш бар. Яғни құмнан келген бәдәуи арабтар біз неге басқарады деген, басқара берсін. Кейін сол саяси себеппен деп шиизм көтеріліп кетеді ғой. Енді бұл басқа тақырып оған кірмейді. Солындай бізге біз ақыры парсылардан үйренген болсақ, осы жаңағы дәстүр, осы метод дейміз, сол бізге келді. Сосын таяу шығыс халықтарындағы жалпы сол жерде халықтардың дін түсінігі, енді оларда мемлекет болса болған шығар тарихтарында, бірақ үлкен империя болмаған белгілі, біздің тарихтан белгілі. Құдай түсінігіне келген кезде кішкене осы мына дала халқынан, ұлы дала халқынан, көшпелі халықтардан өзгешелігі бар. Себебі олардікінде біраз жаңағы не деп айтамыз, қорқыту, үркіту, яғни жазалау, сол жағынан келіп дінді түсіндіресіз. Халық солай қабылдайды. Көшпелі халықтарға ол жүрмейді. Еркін. Себебі жаңағы сөзіміздің басында мысалға көшпенділер біздің қазақтар, өзіміз ата-бабаларымыз. Біз сол түркілердің барлығы ғой. Көшпенді халық қорқытып үркіткенге нетпейді, көнбейді. Өздері батыр халық, жауынгер халық. Олардың енді кішкене былай айтсақ та болады. Жаңадан келіп отқан дінді өздерінің несіне қарайды, ыңғайына қарайды. Яғни өздерінің ұстанып жүрген дүниетанымы, олардың логикасы, олардың дүниетанымына келе ма? Ол шынымен де жаңағы өздері күткен сұрақтарға немесе проблемаларға жауап бере ма? Соған қарайды. Бұл бір. Екінші, енді ол еркін халық, ол жауынгер халық, ол әр жерге көшіп қонып жүреді, мобильді яғни. Сондықтан ол халықтағы сен айта алмайсың жаңағы тозақпен жәннат немен де құрықтамайсың. Оларда өзде онсыз да бұрынғы сенімдерінде бар ондай нәрсе. Сондықтан ол жердегі ең басты нәрсе не?
құдайдың мейірімділігін, құдайдың жаңағы рахымдылығын, ақылдылығын, одан кейін жеке адамның бойында болу керек қасиеттердің сол күнде көрініс табу керек. Мысалы, ол бұрында болды, ислам келгеннен кейін де жоғалған жоқ. Түркі халықтарында, оның үшін бізде мысалы қазақтарда бармыз, қырғыздарда бар, татарларда бар. Жеке индивидтің бойында қасиеттер жоғары тұрады. Кісілік құндылық. Кісілік құндылықты мысалы ислам дінінің ішіне іздейтін болсақ, иман бұл. Яғни иман дегенді қазір сұрасаңыз не десеңіз айтып береді. Құдай мен адамның Құдайға сену, оның кітабына, періштелеріне деп қана шектеледі. Ал одан біраз кеңейтетін болсаңыз, бұның ішіне бәрі кіреді. Ұят кіреді, намыс кіреді, ар кіреді, адалдық кіреді, әділеттілік кіреді. Біраз кеңейтетін болсақ. Түркілерді, көшпенді халықтарда бұл кісі деген несіне келеді. Мәдениеттанушылардың несін оқысаңыз, енді сұрақ сол жақтан келеді ғой, проблема ретінде. Сонда кісі дегенге анықтама бергенде өстіп айтады. Кісі дегенге мысалы түркі халықтарында, көшпелі халықтарда анықтама беретін болсаң, кім ол? Ол жаңағы елін қорғайтын, ел үшін жаны шәкірт қылуға дайын тұратын, адал, батыр, қорғақ емес, сатқын болмайтын, сондай адамдарды кісі деп айтады. Басқа жағынан алып қарасақ, иман деген сөздің ішінде де Құдайға иман болса да, Құдайға сенген адамда жаңағыдай нәрселерге жол бермеу керек. Демек, арабшадағы иман мен дала түсінігіндегі, дала өркениетіндегі кісі екеуі бір-біріне меніңше жаңағы балама бола алады. Ал біздің жаңағы ақын жыраулардың өлеңдерін, жырларын қарап отырсаңыз да, зар заманға дейінгі хандық дәуірде айтады, 15-18 ғасырда алып қарап отырған кезде осындай нәрселер. Жаңағындай біздің бүгінгі қосып жатқан проблемамыз жоқ ол жерде. Ол жердегі бүкіл қай жырауды алып қараңыз, қай ақынды алып қарасаңыз да, жеке индивидтің бойындағы кісілік құндылықтар бірінші орында тұрады. Соны жырлайды, соны айтады. Ол ең бастысы. Материалдық емес, руханилықты бірінші орынға қояды. Егер руханилығыңызды жоғалтып алсаңыз, қазақтың мақамында сияқты, малым жанымың, жаным арым садағасы. Арың жоқ болса, сен адам емессің. Абайдың қара сөздерінде де жат жоқ адамның иманы да жоқ дейді. Енді бір образын айтылған болса да, ұяттың жоқ жерінде иман түгелдей жоқ кетпейді, бірақ иманың жаңағы кемшін болуы мүмкін. Кемелдікке жетпейді дегендей. Иә, бір осы жерден бір сөз, ұстазымыздың сөзіне тұздық болсын. Қазір көп мынандай бір адамдардың арасында айтылып жүрген бір ұран секілді бір сөйлем бар. Бірінші сен қазақсың ба, мұсылмансың ба деген сияқты. Сондай да бір сұрақтармен көп кездесеміз, жастардың арасынан көп қойылып та жатады. Мынау ақпарат түсіндірме жұмыстарымен жүрген кезде де жергілікті жерлерде, әртүрлі жерлерден сұрақ қойды осындай. Неге сұрақ дұрыс емес? Бірінші қазақ болу немесе мұсылман болу деген сияқты сұрақ дұрыс емес. Бұл кешіресіз, бұл арандату мақсатында да қойылады кейбірде. Кейбірде осындай сұрақтар қойылады, арандату мақсатында. Қалай жауап береді екен деген. Сөйтіп барып енді біз өз басымыз былай жауап береміз. Жарайды. Бірінші сіз үшін қазақ болу маңызды ма? Ал сіз үшін бірінші қазақ болу маңызды болса, қазақ болу үшін не жасадыңыз? Қазақ халық үшін не жасадыңыз деген сұрақ қойғым келеді. Немесе бірінші мұсылмандық тұра ма? Дін? Жарайды, мұсылмандық үшін не істей алдыңыз деген сияқты. Өйткені анау айтады, адам баласы үш сұрақпен жүру керек, келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң кім болам деген. Сол секілді біз егер қазақпыз деп жүрсек, қазақ халық үшін не істей алдық? Мұсылманшылық деп жүрсек, мұсылманшылық үшін не жасай алдық? Жаңа мәдениет туралы да сөз қозғалды. Енді осы мәдениет жайлы бір халықтың мәдениетін анықтаушы белгілі бір категориялар бар. Оның ішінде тіл де кіреді, оның ішінде тарих та кіреді, салт жоралар кіреді, әдет ғұрып кіреді, сонымен қатар мынау ән күйлеріміз де кіреді. Егер осылар соның ішінде дін де бар. Соның ішінде дін де бар. Соның ішінде тіл де бар. Енді осы мәдениет егер жұтылып кететін болатын болса, осы аталып өткен бүкіл нәрселердің барлығы да жұтылып кетеді деп айтқымыз келеді. Неге десеңіз, адамның кім екендігін идентификация дейді ғой, идентификациясын бірегейлік. Бірегейлік деп айтады қазақша. Сол бірегейлігін анықтайтын сол мәдениет. Ал осы мәдениет өкінішке орай қиындау болып тұр осы мәселе. Бауыржан ұстаздың жаңа сөзін толықтыра кетсек, жаңа тіл деп айтып жатыр ғой, мәдениет деп айтып жатыр. Жаңа біз сөзіміздің басында айттық, біз мұсылмандықты қабылдағанымен мұсылмандықты біз түркше тараттық, арабша емес. Оның да жаңа жарайды, түркше болмаса
кейбір жаңағы түсініктерді арабшадан алдық, түркше сияқты қолданып жүрміз, намазында, оразасында, басқасында. Сосын бұл жерде енді сөзіңіздің басында тіл қаншалықты маңызды екенін сөзіміздің ішінде қозғадық қой. Тіл маңызды. Бізге мысалы қайтадан мысалы ойлап қарасақ, тілді тұтастай арабша немесе парсша жеткізетін болса, онда халық сол тілді білу керек. Бұл жерде тіл тек қана қарым-қатынас құралы емес қой. Тіл тұтастай сол белгілі бір халықтың, сол мысалы қазақ тілі болатын, араб тілі болсын, сол халықтың дүниетанымын, таным түсінен көрсетеді. Бізге мысалы арабшаны аударып жеткізгеннен гөрі тағы да айтқандай, сол қазақшасын қазақ түсінетіндей, ана тілдің ішінде жүретін психологиясы бар, дүниетанымы бар, оның философия бар, сол әлдеқайда түсінікті болады. Мысалы айналайын деген сөзді басқа тілге аударып бере алмайсыз. Мағынасын түсіндіресіз, бірақ оның толық мағынасын жаңағы бір сөзбен жеткізу қиын. Бір сөзбен жеткізу қиын. Оны ол үшін сіз қазақ болуыңыз керексіз, не қазақшаны жақсы білуіңіз керексіз. Айналайын деген кезде түсінесіз, не ана жерде қандай мағына жатыр, оны. Яғни тіл бұл жерде мәдениет тасушы, оның ішінде жаңа айтқан дәстүр, салт, дүниетаным, дін бәрін тасып жүретін бір құрал. Егер тіл жоқ болатын болса, жаңағы сөздердің бәрі ұмытылады. Оның орнын басқа сөз басады, басқа сөз басса, демек сол тілмен келген құндылық дүниетаным келіп кіреді, бұл өзгереді. Ал көшпелі халықтардың, оның ішінде біз өзіміз айтып отқан қазақтың дүниетануын, мәдениетін тілсіз елестете алмаймыз. Яғни тілді алып тастаңыз, біз басқаша бір дүниетанымды орнына қоюымыз керек. Ол кезде біз қазіргі айтып отқан мәдениетті орнын толтыра алмаймыз. Сосын кейін тағы бір нәрсе, Бауыржан ұстаз жақсы айтты. Жаңағы ақын жыраулардың несінен сөзінен келтірдік қой. Сіз айттыңыз мысалы, ана мұсылмансың ба, жаңағы қазақсың ба деген сияқты. Енді бұны да негізі дұрыс түсіну керек. Біз қазақпыз, осы көшпелі тайпалардың ұрпағымыз, оны өзгерте алмаймыз. Таңдай алмаймыз. Тағдыр ма, не деп айтамыз? Біздің басымызға Құдайдың бізге берген жаңағы тағдыры. Біз түркіміз, түркінің ұрпағы, қазақпыз. Дінді таңдау еркіңіз бар. Басқа дінге өтіңіз, діннен жаңа бас тартыңыз. Сосын кейін бір француз ғалымның тарихшысына айтқан сөз бар ғой, тарихтан түріктерді шығарып тастасаңыз, тарих қалмайды деп айтады. Яғни түркілердің тарихта жасаған, бүкіл адамзат тарихында жасаған үлкен-үлкен оқиғаларының маңызды екенін көрсетіп отыр. Бір екінші бір нәрсе айтады, тарихта дейді, енді ондай халық бар болса бар шығар, тарихта дейді, біз білетін бар, жоғалып кеткен діндерге кіріп шығып, ұстанып қайтадан шығып кеткен бір халық бар болса, ол да түркілер. Біз түрк тәңіршіл болдық, буддист болдық, манихейст болдық, яхуди болдық, христиан болдық. Тарихта бар ғой. Бірақ айту ең соңында мұсылман болдық. Енді ол біз басқа дінге болсақ, бұл бізге жаңа бір не болмау керек. Жаңағы кемшілік сияқты. Бұл тарихта болған нәрсе. Исламға дейінгі діндерде кірдік, қабылдадық. Бірақ қазір мұсылманбыз. Яғни ол мен қазір осыдан бастап мұсылмандықтан көңілім қалса басқа дінге өтемін деген сөз емес. Мұсылмандық біздің мәдениетіміз 1000 жылдан бері қалыптасқан. Егер оны өзгертетін болсаңыз, басқа мәдениет қалыптастыру керексіз, ол кезде сіз қазақ болмай қаласыз. Сондықтан түркілік, қазақылық бұл енді тағдыр болатын болса, исламды, мұсылмандықты біз өзіміз таңдадық. Хидаят жолын деп айтамыз ба? Осы бізге бұйырды, нәсіп болды. Оны алып жаңағы мұсылмансың ба, қазақсың ба, ол жауап белгілі. Түркі, мұсылман, қазақ екенің жаңағы ол нетпейді, өзгермейді. Түркі тең мұсылмандық деген түркілігің өзгермейді, қазақтығың да өзгермейді. Ал сен мұсылман болғаныңа қуан керісінше. Қазақ болғаныңа да сен қазақтықтан бас тартсаң, онда жаңағы енді Құранның ішінде де келмей ме аяттар? Ұлтқа, ұлысқа бөлгені. Үйтетін болсаң, демек ол жерлер көп айтылмайтын шығар. Демек сен Құранда айтылған аятқа, Құдайдың тағдырына кішкене қарсы келіп қалмайсың ол жерде. Мысалы, ол жерде мен аят алайын деп отқан жоқпын бұл жерде. Бірақ бар нәрсеге жаңағы мұсылманды, ұлтты бүйтіп екінші, үшінші орынға сырғып жібереді де, тек қана мұсылмандықты бірінші орынға шығарады. Мұсылмандық маңызды. Бірақ ұлт ол жерде сонымен тең тұру керек. Мен мысалы мұсылманмын деп арабқа еліктей алмаймын. Арабқа еліктейтін болсам жоғалып кетемін. Ана оқып жүрген кезімізде докторантурада бізге бір профессорымыз түсіндірген еді. Араб деген сөз, арабтен не бар ғой? Сүре бар ғой? Сүре бар. Соның мысалы мағынасын қандай дедік? Біз жаңа ойбай кедергілер екен, жаңағы деп аударады ғой, сөйтіп сол мағынасын түсіріп берді. Жоқ, ол оның басқа мағынасы бар деді. Бірнеше мағынасынан бір мағынасы мынау деді. Сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да бір тиесілі сенің тиесілі болған бір мәдениетің болу керек, ортаң. Ол жарайды,
біреулер үшін жаңа қарабайыр шығар, біреулер үшін қол жетпейтін арман шығар. Түркі болсаң да, батыстық бір мәдениеттің өкілі болсаң да, бір мәдениетке тиесілі болу керексің. Ешкімге тиесілі емес болсаң, ортада қалып кетсең. Ағрап сол деді. Яғни ең жаман ортада қалып кету бұл жерде. Жақсы болсын, жаман болсын, сенің тегің бар болса, онда демек сенің тамырың бар. Тарих ары қарай жалғасып жатыр. Тарих жалғаса қала бермейді ол. Арафта қалып қою ең жаман деді. Кедергі ғана емес, ешкімге тиесілі болмай қалу. Біз шүкір мақтанатындай тарихымыз бар, түркіміз, мұсылманбыз қазір. Сондықтан жаңағы мұсылмансың ба, қазақсың ба деп бүйтіп қою, ол меніңше жақсы түсіндірме болды. Негізі мына байқайтыным мен солай сұрақ қояды ғой, қазақсың ба, мұсылмансың ба дегенде намаз оқып жүрген діндар жігіттер қиналып қалады. Неге? Қазір мен мұсылман қазақпын дейін десем, мұсылман Аллаға бір қарсы шыққандай діннен шығып кететіндей, жоқ мұсылманмын десем қазағым қайда қалады деген сияқты сондай бір оны мен байқағаным арандату үшін қойылатын сұрақтардан көрдім мен оны. Сондай бір мына әлеуметтік желіден көргем. Енді мен түсіндім, жалпы біздің қазақ мұсылман болған, ақида фихта Абу Ханифа мазхабын ұстанған, бірақ дала заңымен жүрген. Осылай айтсақ бола ма? Қазақ. Яғни тілі де өзгерген жоқ. Тек сол діннің ритуализация дейді ғой. Құлшылық жағын алып, бірақ өзінің келе жатқан бағытымен ғана кетті деп айтуға болады. Жалпы бізде де сабақ өтіп отырғанда негізі қазақтың заңы шариғатпен өмір сүрмеген, дала заңымен өмір сүрген деп айтады. Бұны бізге де жаңағы өзімізден үлкен ағамыз ғой, ұстазымыз, сол кісінің несінде осылар айтылады ғой, жақсы түсіндірген. Бұл жерде мысалы Мұқан ағайды айтуға болады, Мұқан ұстаз, Мұқан Исаханды, Түсіпхан жаңағында ұстазды айтуға болады. Сол кісілердің кітаптарында да, жаңағы сабақ нелерінде де келеді. Сол кісілер енді өздерінің саласы болғандықтан жаңа айтып шариғат заңымен жүрген ба, дала заңымен жүрген ба. Сосын кейін жаңағы жеті жарғы қаншалықты шариғат заңынан тұрады, қаншалықты дала заңынан тұрады деген кезде бұл жерде дала заңы да бар, кәдімгі дала өркениетінің өзінің несі құндылықтары, шариғаты да бар. Бұл жерде құлшылықта бұлар шариғатпен жүргенде, күнделікті өмір тіршілікте дала заңымен жүрген. Себебі көшпелі халықтың отырықшы халықтан айырмашылығы бар ол жерде. Айырмашылығы бар болған үшін шариғат құқықтары, жаңа ислам құқығындағы кейбір мәселелер олардың талап тілектеріне қаншалықты жауап бере алды, жауап бермеді. Сол мәселеден құлшылықта шариғатталды да, күнделікті өмір тіршілікте дала заңымен жүрген деп айтсақ болады. Сосын кейін екінші бір жағы енді жаңа қожалардың рөлі, билердің рөлі деген бұл жерде шығады ғой. Мысалы қожалар қаншалықты ықпал жасай алды, билердің соты қаншалықты жаңа шариғи болды, дала заңы болды деген кезде бұны енді біз енді біліп жатырмыз ғой. Мақтанамыз, бірақ соларды қаншалықты оқымағанымыз осы жерде шығады. Мысалы осы кіммен жаңағы өзіміздің әріптесіміз ұстаздармен әңгімелесіп тұрған кезде сол түсіндіріп берді маған. Мысалы мен сол кезде салам емес болғандықтан жаңағы жерде мен кәдімгідей тәнті болдым. Біздің билер сотының қаншалықты мәселені бөгешеге дейін жаңағы қара қылды қағаз жарып дейді ғой қазақша. Соны түсіндіре алғаны. Мысалы барымтаны бәріміз білеміз. Барымта жаңағы енді жыл құрлайды ғой жерде. Барымташ. Сиыр қой ұрламай жыл құрлайды. Сол барымтаны ұрлық деп келдік. Мен өз басым сөйтіп түсініп келдім. Сөйтсем ұрлық емес екен ол. Демек барымта жасалған болса, барымтадан бұрын болған бір шешімде шығарылған үкімге наразы болған үшін, наразылығын білдіру үшін жасалған іс-әрекет екен бұл. Билер соты барымтаны ұрлық деп қарастырмапты. Жаңағы шығарылған үкімге наразы болған үшін қарсы жақтың жасап отқан әрекеті. Демек қайтадан билер соты жиналып келеді де жаңа мәселені қайта қарайды. Қазір протест қой. Қарсылық болып тұр ғой бұл жерде. Неге береді ғой сотқа? Қарсы апелляцияға береді ғой. Сондай нәрсе тұр ғой. Яғни орысшада да бұны конокраство дейсілады ғой. Жоқ, бұл жылқұрылық емес екен. Енді осыны қараған кезде билер соты бұны шариғат заң емес, ұрлық деп емес, үкімнің жаңағы дұрыс емес шыққанына наразылық ретінде қарап, үкімді қайта қарайтын болған. Қаншалықты әділ болды. Енді осыдан қарап білсеңіздер болады, ол егер оны ұрлық деп қарайтын болса, үкім басқаша шығайын деп отыр.
егер үкім басқаша шықса бұл әділетті заң болмайды ғой, әділетті үкім болмайын деп тұр. Демек оны қай мәселемен қарайды? Наразылық па, ұрлық па, жоқ әлде жаңағы басқа нәрсе ма? Оның да жаңағы болатын кезде мәселені бірінші дұрыс қойып алып, соған сәйкес үкім шығаратында жаңағы мәселе қарастырған. Осыдан көрсек болады мысалы. Жақсы түсінікті жауап болды. Енді тағы бір мәселе бар. Дәстүрлі дін дейді. Осы мәселеге келейікші. Дәстүрлі дін, дәстүрлі дін, дәстүрлі емес, жалпы дәстүрлі дәстүрлі дін деген қалай өзі? Сол атау дұрыс па жалпы? Соны түсіндіріп берсеңіздер. Кейбір мен банағы әлеуметтік желіден көремін, дәстүрлі дін дегеніміз деп банағы анықтамасынан беріп жатады. Жалпы білем, дәстүр, дін екеуі егіз ұғым біздің қазақта. Бірақ дәстүрлі дін деген қаншалықты дұрыс? Бұл жерде де енді оны ғылымда, мына дін саласында ғылымда анықтап түсіндірсек, дәстүр деген сөзді бірінші мағынасын алып алсақ, дәстүр деген не? Түрік сөзі ме? Оның мағынасы, оның синонимдары бар ма деп бір қараймыз. Одан кейін жаңағы қазіргі дәстүрлі дін, дәстүрлі емес дін, жаңа ағымы бар, оны радикалысы деп жүрміз, тағы бір дегенде. Демек, сол бір ағымды екінші ағымнан ажырату үшін қойылып отқан атау болып тұр ғой бұл жерде. Дәстүр қазақ сөзі, бірақ дәстүрлі дин дейтін болсақ, демек сол топырақта, сол жерде біраз уақыт жаңа келген, кірген, тараған тамыры бар, сол жаңа халықтың мәдениетінде бітеп араласып кеткен, сол халықтың дәстүр салтын көрсетеді. Егер оны дәстүрлі дін деп айтсақ, демек кейінірек сырттан келген бірдеңе бар. Бір діни топ болып тұр ғой жерде, басқа нәрсе емес. Сол діни топтардан ажырату үшін берілген атау. Ол да дін ғой енді. Анасы да дін, мынасы да дін. Екеуінің көзқарасы әртүрлі. Біреуі бір нәрсені мойындамайды, екіншісі ол нәрсеге жаңа өзінің ұстанып жүрген ұстану болғандықтан. Сондықтан дәстүрлі дін деген дұрыс меніңше, неге дұрыс емес? Өйткені қазір не көп, діни топ көп, діни ағым көп. Соның ішінде қайсысы сол халықтың дәстүр салтына жауап бере алатын жаңағы сол жерде ерте келген. Бұл жерде дәстүрлі деген кезде қазақтың жаңағы өзіміз айтып отқан 8-ші ғасырдан кейін осы далаға тараған исламды айтып отырмыз. Дәстүрлі дін деп, дәстүрлі ислам деп. Демек, дәстүрлі болатын болса, дәстүрлі емес бірдеңесі бар. Олардың бәрі кейін келген нәрсе. Оның ішінде бүкіл жаңа исламнан кейін келген таптарды айтайық. Исламның сыртындағы діндерді айтсақ. Таяу шығыстың мәдениеті келген деген дейді. Одан кейін жаңағы енді тағы да бәріне топырақ шашпаймыз ғой. Кейбір адамдардың таратқан діни ілімдеріне, діни насихаттарына байланысты шығып отыр ғой бұл. Қазақ мұсылман болмаған, олар енді мұсылмандандыру керек. Олар тарихта да мұсылман болмаған деп бір-екі адамды мысал көрсетіп жүр. Сондықтан жаңа соларға жауап ретінде жоқ, біз мұсылман болғанбыз. Біз мұсылман болғанда да қандай мұсылман болғанбыз? Жаңағымызға билер сотын айтсақ болады. Одан кейін одан бұрынырақ айтқан түркілердің діни түсінігін айтсақ болады. Яғни біздің дініміз, жаңа түркі халықтарындағы, оның ішіне біз қазақ онсыз да кіріп тұрмыз. Түркі халықтарындағы діни түсінік, мен айтқандайын, діннің шарттарынан, діннің жаңа ырым тыйымдарынан, рұқсаттарынан бұрын сол дінге қатысты дүниетанымнан келеді. Бірінші орында тұр. Құдай кім еді? Құдайға қалай сенеді? Құдай жаңағы көбірек жаза бере ма? Көбірек рақымды, мейірімді ма? Қайсына көбірек жаңағы үн тартады? Яғни біз қазір ғана бір әлеуметтік желіде қазір енді көп айтылып мез болып кетті ғой. Кейбір адамдардан дін туралы уағыз айтуын сұрасаңыз, немесе уағыздан, насихаттан бастап бірден тозақтан бастайды. Тозақ оты табанның астынан жалыны келгенде миың қайнайды екен деп жаңағы. Басқа тақырып жоқ қой мысалы. Яғни түркілердегі осы көшпелі дала халқындағы дін одан басталмайды. Ол жаңағы біз айтқан кішілік құндылықтардан, мейірім, қайырымнан, рақымшылықтан басталады. Соған көбірек орын береді. Көркем мінез-құлық. Көркем мінез-құлыққа бірден қорқытып бастамайды. Өйткені ол халыққа өтпейді себебі. Әбу Бәкір Кердер болсын, Бұхар Жырау болсын, Бұхар Жырау мысалы Көмекей әулие деп жүр екен, ешқашан біздер сияқты жаңағы жай сөйлемеген кісі екен, сөйлей алмайды. Ұйқастырып, мақалдап, мәтелдеп сөйлейді екен, басқаша білмейді. Одан кейін кім болсын, жаңағы Үмбетей Жырау болсын, Қазтуған болсын, одан арғыларын қайсының жаңағы жырын оқып отқан кезде Құдайдың жаңағы қаһары туралы айтады. Кісілік құндылықтарды көбірек айтады.
сол құндылықтарды жасау арқылы Құдайдың рахымына, Құдайдың рахметіне бөлену туралы соны айтады. Бірінші орында солар айтылады. Ол жерде жаңағы тозаққа жағат, бүйтеді, сөйтеді, жаңағы қорқытып үркітпейді. Келетін шығар оның жаңағы пайғамбарлар тарихында, қиссасында, немесе басқа да бір жырдастандарда келуі мүмкін, ол емес. Бірақ бұның бәрі екінші, үшінші кезекте емес. Бірінші кезекте жаңа айтқан нәрселер айтады. Адамның бойында болу керек. Яғни кемшілікті іздеп, содан құтылу үшін мынандай жазаң бар, осыны жоғалт деп айтпайды. Бірінші кезекте жақсы нәрселерді айтады. Себебі халыққа осы өтінді. Сосын кейін мыжып жаңағы 100 минуттап, 50 минуттап әр сөзді алып, оның жаңағы несін түсіндіріп отырмайды. Кез келген етсеңіз, қазақтың жаңағы шешен болғанда сол ғой, мысалы гректерді шешендікпен айналысады деп, кәсіби түрде айналысқан Демосовдардың ауыздарына тас салып алады да, сөздерді айтып, жаңағы қиын сөздерді айтып, одан агораға, алаңға жиналып алады да, диспут жасағанда біздіңше. Сол жаңағы шешендік сөздерді, логикаларды бүйтіп жаңылмай айтып, тез айтып, ана әдемі сөздер жаттап дайындалады. Демосовпен деген мысалы гректің шешені, қазақтың кез келген шешен болған. Шал ақынның өлеңдерінде келеді, мысалы 4 жыл өлеңін бүйтіп ашатын болсақ, 1 сағаттық лекция шығады. Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас ердің ері. Таяғын қатыстап қойыштырса, жолымас ешбір шайтан бері. Қойшы, бөрі, қой. Ақыл, иман, нәпсі. Теңеумен беріп тұр, ары қарай өзін түсініп ал. Оны тарқату үшін біраз уақыт. Біз оны тарқататын болсақ, қазір осы 4 жолды алып аламыз да, 1 сағат қылып лекция айтып береміз. Ал қазақта бұл жаңағы қазақ өз табиғатынан сол шешендікке бейім, шешен сөйлейтін, сөйтіп айтсаң ғана түсінетін табиғатынан сондай халық болып тұр ғой. Сондықтан жаңағы ақын жыраулардың теңеп, ұйқастырып, жыраулатып, жаңағы мақалдатып сөйлейтіндері сол. Бұл қазақтың басқа халықтардың ерекшелігі. Демеген осы жерде мынандай бір үлкен бір сурет шығады, картина шығып тұр. Ислам діні басқа діндер секілді өзге аймақтарға таралды. Сол кезде өзге аймақтардың әр қайсысында, әрбір территорияда өзіне тән мәдениеті бар. Өзіне тән салт дәстүрі бар. Және тұрмыс тіршілігі бар күнделікті. Және дін сол күнделікті тұрмыс тіршілігіне қарай трансформацияланады. Өзгереді де, сөйтіп барып солардың ыңғайлы болған дәстүріне лайық дін қабылданады. Ол біздің жерге келген дін ислам. Ислам демек біздің дәстүрімізбен ыңғайласқан, сабақтасқан бір дін ретінде қазіргі күнге дейін жетіп отыр. Және ары қарай да жалғаса береді. Бірақ бұл жерде дәстүрлі ислам деген сөз де шықты. Енді дәстүрсіз ислам дегенде сөз бар ма деген сұрақтар да көп қазіргі кезде. Дәстүрлі дін дегенде бар, демек дәстүрсіз, дәстүрден тыс дегенде дін бар ма деген сұрақ болып тұр онда. Иә, көп осы жерде. Бұл жерде ең бастысы дәстүрлі ислам болсын, дәстүрлі дін болсын, бұл жерде кез келген халыққа дін келген жағдайда сол халықтың салтымен, дәстүрімен сабақтасқан, ұштасқан дін ретінде көбіне түсіндіріледі осылайша. Иә, бұл дәстүрлі дін деген қазір көп қозғалып жүрген мәселе. Неге мына басқа жат ағымдардың өкілдерінің қозғайтын мәселесі. Яғни бұлар айттық, бұлар деген дінді дәстүрге айналдырған деген сияқты сондай комментарийларды көріп жүргесін айтып, сол үшін сөз қозғап жатырмыз. Ендігі мәселе жалпы қазіргі уақытта уағызда болсын, сабақта болсын, жалпы айтылатын әңгіме масхаб мәселесі. Жалпы әлемде негізгі осы күнге дейін жалғасып келген 4 масхаб бар деп айтады. Біздің қазақтар Абу Ханифа масхабын ұстанған дейді. Жалпы біздің жастар қазіргі уақытта масхаб түсінігін дұрыс түсініп жүр ме? Жалпы біздің қазақта осындай масхаб ұстанып жатырық деп әдейілеп айтылған ба? Жыр дастандарда, ата-бабамыздың мирастарынан келген бе? Осы мәселеге осындай менде бір сұрақ болып тұр. Жалпы ол масхаб деген сөзді былай түсіндірсек болады. Біз әу бастағы тарихтан келейік, тарқатайық, қысқаша тоқталып өтейін. Негізінде масхаб деген сөз пайғамбардың кезінде болмаған. Бүкіл сахабалар бойында туған бір сұрақ жауаптар немесе бір мәселелер, қоғамдық мәселелер бойынша туындай қалған жағдайда пайғамбардың өзіне келіп сұраған. Алланың елшісі, мынандай нәрселер болып жатыр, ойыңыз қалай деген секілді.
пайғамбардың өзінен тікелей жауабын алып отырған. Уақыт өтеді, пайғамбар ол да адам болғаннан кейін абдуху ва расулу деп мұсылман адам иман етеді. Сондықтан ол ең бірінші құл, одан кейін барып елші. Сондықтан да құл болғаннан кейін оның уақыт сәті келеді және дүниеден озды. Дүниеден озғаннан кейін белгілі бір уақыт өткеннен кейін адамдардың бойында сұрақтар пайда бола бастайды. Пайғамбардан бұрынғы ұлт аралық араздық қайтадан туындай түседі. Пайғамбар келген кезде барлығын теңестіріп қойды ғой. Исламдағы ең басты принцип бұл ақтың қарадан, байдың кедейден, аштың жаңағыдай тоқтан ешқандай айырмашылық жоқ. Ең басты айырмашылық тақуалықта деп бәрін теңестіріп қойды. Ал бұл принцип пайғамбардан кейінгі кезеңде жоғала бастады. Ұлтаралық араздықтар туындай бастады. Ұлтаралық деп тайпааралық араздықтар туындай бастады. Бірінші тайпа екінші тайпадан үстем болатын деген сияқты сондай ойлар туындай бастады. Ал енді бертін келе ислам діні тек қана Сауд Арабиясына қалған жоқ, ол түрлі жерлерге, сонымен қатар Испания, Андалусияға қарай Кордова халифат құрылды. Сонымен қатар Түркияға қарай да кетті, ол жақта халифат құрылды, ең ұзақ халифат әлемде. Сонымен қатар осы түркі жеріне, осы Қазақстанға, Орта Азияға келді ислам діні. Сол кезде ислам діні екіге бөлінді деп айтсақ болады. Оның біріншісі ахли рай, екіншісі ахли хадис. Осы ахли райдың екі түрлі мектеп қалыптасты деп айтайық, сол дұрысырақ болады. Екі түрлі мектеп қалыптасты, біріншісі ахли рай, екіншісі ахли хадис. Ахли хадис мектебі салт дәстүрлерді емес, көбіне Құран мен сүннет ғұлама ғалымдардың ижмаларын, қиясын мойындайтын және сол принцип бойынша жүретін, үкім шығаратын бір мектеп. Ол көбіне араб елдерінде пайда болды. Ал енді ахли райға келейік. Ахли рай Бағдат болсын, немесе осы Орта Азия елдерінде көбірек үстем болды осы. Бұл немен ерекшеленді? Ахли хадистан бұл ең бірінші ерекшелігі және маңызды ерекшелігі деп айтайық, салт дәстүрді мойындады, әдет ғұрыпты мойындады. Ол сонымен қатар мынау ақылды мойындады, рационализмді мойындады. Сөйтіп барып не керек? Ислам діні Орта Азияға келгеннен кейін үлкен бір мектеп пайда болды. Ахли сүнна уал жамаат деген. Жалпы жамағат деген сөз, білесіздер, адамдардың топтасуы. Бір идеяның маңайына, бір адамның маңайына деген сияқты. Енді дәл осы жерде пайғамбардың маңайына жиналған жамағат топ деп те айта аламыз. Неге? Өйткені ахли сүнна, яғни сүннет жолымен жүруші жамағат деген мағынаны білдіреді. Енді осы ахли сүнна уал жамааттың ішінде өзі екіге, былайша айтқанда, фикх амалға және ақидаға, сенімге екіге бөлінеді деп айтсақ болады. Осының ішінде енді 4 мазхаб бар. Негізінен мазхаб деген атаулысы пайғамбардан кейінгі кезеңде өте көп еді. Ал уақыт өте келе бұлардың барлығы белгілі бір сортталды, уақыт бұларды сынады, тарих бұларды сынады. Ең соңында ең дұрысы, ең ақиқаты осы ахли сүнна уал жамааттың ішінде осы 4 фикх мазхабы деп айтылады. Ол біз білетін Абу Ханифа, Орта Азия және әлемнің 50-ден астам, 56%-дан астам мұсылмандар ұстанатын Абу Ханифа мазхабы дейді. Сонымен қатар Малики, Шафии, Хамбали деген сияқты мазхабтарға бөлінеді. Ал енді дәл қазіргі кезде мынау әлеуметтік желілерде болсын, немесе кәдімгі мынау өмірде болсын, үлкен кісілерден де естіп жатамыз, жастардан да естіп жатамыз. Матуридиді, жалпы ақида мазхабы деген бірінші естіп тұрған адамдармен кезігеміз. Әлде бар. Мынау сол ақпараттық түсіндірме жұмыстарына, жеке кездесулерге, топтық кездесулерге барған кезде сол көбіне осы нәрседе айтылады. Өйткені ақида деп айтсаң түсінбейді, ол не дейді. Мысалы, намаз оқып жүргеніне бір 4 жыл болуы мүмкін, 3 жыл болуы мүмкін, 5 жыл болуы мүмкін, бірақ ақида деп сұрақ қойып қалсаң, ол не дейді? Бар, иә. Сөйтіп барып, енді осы жерде көп айтыла бермейді бұл нәрсе негізінде. Әрине, ол ақиданың өзінде Ашғари, Матуриди деп бөлінеді. Үлкен 2 мектеп бар. Бұл 2 мектептің үлкен имамдары, Ашғари және Матуриди. Бұл адамдар өздігімен шығып та мен бір мектеп құрамын демеген. Ешбір мазхабтың имамдары, ол Абу Ханифа болсын, ол Хамбал болсын, ол Шафиғи болсын, ол Малик болсын, немесе Матуриди мен Ашғари болсын, бұл адамдар шығып та мен қазір бір мазхабты құрып жіберейін, жаңа бір имам бола салайын деген сияқты ондай ой болмайды олардың. Мазхаб қалай құрылады? Мазхаб солардың шәкірттері арқылы құрылады.
сол өздерінің ұстаздарын айту, жаңағыдай айтып, сол мазхаб сөйтіп құрылады процесс ретінде. Ал енді бізге жеткен дін бойынша, жаңа бағанадан бері айтып жатырмыз, дәстүрлі дін дедік, дәстүрлі ислам дедік, немесе біздің исламымыз өзгеше деп айттық. Яғни өзгеше болғанда түркі жұртына тән ислам дін ұстанамыз, оның ішінде дәстүрімізді де қамтыған. Беташарымыз бар, немесе 40-100 жылы деген сияқты күндер бар, немесе 40 деген сан бізде маңызды деген сияқты осындай бір жаңағыдай дәстүрлерді қамтыған ислам бізге үйретілді. Мазхаб деген сөз әу баста былайша айтқанда көп қолданылмаған. Бізде үйретілгені бойынша Құран бар, кітап, мұсылмандардың кітабы, және Құдайың сенің Алла, пайғамбарың сенің Мұхаммед, сенің кітабың Құран, жаңа осындай тыйымдар бар, мынандай ырымдар бар, мынандай дәстүрің бар деген сияқты осы нәрселерді үйретілді де, бірақ осындай мазхабқа ауырлық берілмеді бұндай тақырыптарға. Өйткені қажеті болмады. Қажеттілік туындамады. Ал қазіргі кезде біз анау жаһанданудың кезеңдерін өтеміз ғой. Мысалы, жаһандану бізге жаңадан келген бір термин емес деп айтады ғалымдар. Жаһандану бізде әу бастан бері бар. Жаһандану өзі 3 кезеңге бөлінеді екен. Яғни 3 рет келіп қойған. Қазір біз осы 3-ші жаһанданудың кезеңінде екенбіз. Бірінші жаһандану деп отырғанымыз бұл арабтық жаһандану. Кезінде ислам діні келді, Орта Азияға келді, ілім-білім ізденді, арабша хат тани бастады. Жаңағыдай нелерді гректердің философтардың, европалық философтардың еңбектерін арабшаға аударды, немесе арабша хат тану деген сияқты бұрынғы кезде осындай тренд те болды тырнақшаның ішінде. Уақыт өте келеді, екінші жаһандану болады. Енді бұл жердегі жаһандану атеизм жаһандануы. Оны айтады бір кісілер, мысалы, атеизм бұл ғылыми бағытта да жүріп жатты. Бұл жерде енді атеизмнің ең басты мақсаты талай ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан дінді мойындатқызбай адамнан құдайсыз бір адам жасау болды. Және өзінің тіліне де тарихына да қиянат жасалған бір кез болды. Енді осы жерде бізді алып шыққан Яссауидің еңбектері, Яссауидің жолы деп те айтады, Пери Түркістан. Яғни осы арқылы жалпы түркі болып қалды, тілде де аман қалды. Бұл бірінші кезеңге байланысты. Екінші кезеңге байланысты аман қалуы бұл әрине Абай. Абайды айта аламыз мысалы. Ал Абай еткен Мұхтар Әуезов. Бізге Абайды танытқан Мұхтар Әуезов. Абай жолы ол қазақтың жолы деп те айтады. Сонымен үшінші кезеңге де келдік. Үшінші жаһанданудың кезінде біз батыс жаһандануында дәл қазір батыстың жаһандануында жүрміз. Батыстың жаһандануы қазіргі кезде келді деп айтамыз. Яғни осылардың барлығының кезеңдерінде бізде бір мазхаб деген сөздердің бір дүниеге келуіне, жаңағыдай көптеп халықтың арасында айтылуына негіз болмады. Бізде кезінде дінді үйретті болды. 5 уақыт намаз түгел болу керек, адаммен қарым-қатынасың мәмілең дұрыс болу керек, оразаңды ұста деген сияқты, немесе Құдай сені көріп тұрғандай құлшылық жаса, ихсан ілімі, иман ілімі, ислам ілімі, осылардың барлығы үйретілді де, бірақ мынау Абу Ханифа мазхабы бойынша былай, Малики мазхабы бойынша былай деген сияқты ондай нәрсе айтылмады. Яғни бұл мен қазір фикхты айтып жатырмын. Ал енді ақиданы сенімді айтатын болсам, ол мүлдем басқаша. Өйткені Матуриди деген адамды естімеген адамдар өте көп. Ақида деген сөзді естімеген адамдар өте көп. Біздер былайша айтқанда көптеген енді қазақ былай түркілермен, қазақтармен сөйлесеміз, олар Құдай жоғарыда деп айтады. Мысалы, Құдай жоғарыда. Құдай енді аспанда дей салмайды, Құдай жоғарыда деп айтады. Немесе иманның шарты екеу деп айтады, тілмен айтып, жүрекпен растау. Бұның барлығы Матуриди ғой. Бұның барлығы Матуриди. Матуриди елінде иман келтірудің жаңағыдай өзінің бір шарттары бар, тілмен айтып және жүрекпен растау. Бірақ Матуридидің өзі де айтады, тілмен айтудың керегі жоқ, жүрекпен иман етсең, жүрекпен сенсең, болды, сен мұсылмансың дейді. Жүректің өзі жеткілікті, өйткені сөйлемейтін адамдар да бар ғой дейді. Олар не болды дейді, егер тілмен айту парыз болып қалатын болса. Сондықтан да бізге нағыз Абу Ханифаның мазхабының жолы және нағыз Абу Ханифаның жолы үйретілді де, бірақ мынау атаулар аталмады. Мынау Матуриди мазхабы, мынау Абу Ханифа мазхабы деген сияқты ондай атауларына акцент берілмеді, ауырлық берілмеді. Бірақ сол біздің үйретілгенді былайша айтқанда формулаға салатын болсаңыз, Абу Ханифаның жолы шығады.
Неге? Өйткені біз Абу Ханифаның ең маңызды өзге мазхабтардан, фикх мазхабтарынан айырмашылығы ол ғұрып, әдет ғұрып. Шынымен де Абу Ханифадағы біз бүкіл әдет ғұрыптар жасап жүрміз. Бірақ әу баста біз білмеген шығармыз бұл Абу Ханифаның жолы екендігі. Өйткені ол нәрсе айтылмаған. Иә. Исламды сөйтіп қана түсіндірді. Иә. Басқаларының бар, басқа да мазхабтар бар деп жаңағы неткен жоқ досы ғой, ақпаратты көбейтіп. Ал енді ол қазір енді мұқтаждық туындап жатыр екен. Мұқтаждық туындап жатыр, өйткені қазіргі кезде атаулар шығып жатыр, жаңағы сәләфия, неосәләфия, псевдосәләфия, немесе тағы да көптеген жаңағыдай ислам ағымдары, немесе христиан ағымдары. Енді осылардан оқшаулау үшін мүмкін жаппай қолдану басталды дәл қазіргі кезде. Әрине бұл екіншіден мамандардың көптігі. Мен қазір мамандар бар. Бұрынғы кезде әрине қазір бетке тұтар уағызшыларымыз көп. Олар осыдан 15 жыл, 20 жыл бұрын жоқ еді. Өйткені олар сол араб елдерінде оқып жүрген. Бірақ ол жақта кәдімгі біздің тәуелсіздіктен кейін посткеңестік кезеңдерде деп айтайық, посткеңестік кезеңдерде вакуумның әсерінен көп жастар немесе үлкендер жұтылды. Бөлек жаңағыдай мәдениетке, арабтық мәдениетке, батыстық мәдениетке, тағы да басқа мәдениеттерге. Неге? Өйткені саралайтын, бізге нағыз былайша айтқанда түсіндіріп беретін адамдар болмады. А қазір мамандар бар, теологтар бар, имамдар бар. Бірақ осы нәрселерді жаңағыдай белгілі бір шаблонға салмай, біздің осы бұрынғы айтылған дәстүр бойынша былай үйретілуіне көбірек ауырлық беру керек секілді. Неге десеңіз, мынау Бауыржан Момышұлының кітабын Ұшқан ұясын оқып жатырмын. Ішінде әжесі өте керемет қана, әжесі Бауыржан Момышұлының жаңағыдай немересіне жаңа Бауыржанға деп ертегі айтады. Ана ертегі, енді ертегі деген нәрсе бір ең соңында бір мәнін алатын нәрсе ғой негізінде. Сөйтіп барса Бауыржан Момышұлы айтады, ертегісіз өскен бала рухани мүгедек деген сияқты айтады. Шынымен де ол біздің мәдениеттің ішіндегі мынау ертегі бар, қисса бар, жыр бар, дастан бар. Осылардың ішін ашып қарасаңыз, Абу Ханифаның жолын табасыз, былайша айтқанда. Біздің жаңағы сөзіміздің жалғасып тұрсын сөзіңізден. Біздің қазақ даласына тараған ислам кітап бойынша жаңағы ретімен емес, дінді таратудың жолы, методологиясы ретінде жаңағы жыр дастандарды, әдет ғұрып салттарды бірінші орынға қойған болып тұр ғой. Сосын кейін Бауыржан ұстаздың сөзіне жалғас ретінде енді бұл жерде де басқа жағынан келіп түсіндіретін болсақ, философиядан түсіндіру, мектептер көп қой. Рационализм, иррационализм, сенсуализм бітпейтін әйтеуір қағып изм бар. Сезімге, ақылға, ерікке, жігерге, тағы бірдемеге мән бере беретін. Соның ішінде жаңағы экзистенциалист философтар бар. Сондай бағыт. Яғни өмір тіршілікпен бірге өмір сүру. Қазақтар таза жаңағы сол экзистенциалист болғандар. Соны жалпы дала философиясы десең сол шығады. Соның бәрі жаңағы Бауыржан ұстаздың айтқан сөздерінің бәрі соған кіреді. Дінді түсіндіру үшін міндетті түрде кітапта келіп сауаттандырып, ар жағынан бастамайды, пайғамбардан бүйтіп келіп, сен адам болу үшін, сен мұсылман болу үшін мыналарды істеуің керексің. Бұл ең жақсы қасиеттер. Сенің бойында жаңағы біз сөзіміздің алдында айтқан адамның бойында болу керек құндылықтардың барлығын сіңіреді. Осылар сенің бойында табылса, сен шынайы мұсылмансың. Яғни несін шартын жасайтын шығар, мұсылмансың, пайғамбарың бар, шахадат мынандай болады ғой. Бірақ одан кейінгі маңызды мәселе жаңағылар түсіндіреді. Өтірік айтпа, адал бол, шынайы бол, қайырымды бол деп соны сіңірсе, демек шынайы мұсылманның бойында болу керек қасиеттер осы. Екінші бір жағы, үшінші кезеңінде екенбіз, жақында. Бұл жерде ақпараттың көптігі, жаңа айтқан ақида болсын, фикх болсын, мазхаб болсын деген сөздерде ол біз айттық қой, бұрынғы қазаққа ол айтылмаған, қажеттілік те болмады. Не қылады оны, миын ашты оның. Тура пайғамбардан үйреніп келгендейін, ислам деген осы. Былай түсіндірген, былай болған, былай құлшылық қыласың, былай. Ең керек осылар. Ең керек осы. Оны кейін жаңағы бүйтіп салатын болсаңыз, іздеп тауып полкасына қоятын болсаңыз, сол Матуридим ақидасымен Абу Ханифаның мазхабын дәл келіп тұр екен. Бірақ оны айтпаған олар бізге. Жаңағы Орта Азияда олар басқа мазхаб ұстанады, индонезиялықтар басқа мазхаб ұстанады деп, оны қажет те болған жоқ. Енді қазір келіп ақпараттың көпті ғой, біреулер ұстаздың алдында отырып, жаңағы өздеріңіз сияқты университетке барып 4 жыл уақытын сарп етіп, ұстаздардан, мамандардан соның бәрін үйренеді. Біреулер жаңағы әлеуметтік желіні ашады да,
бір-екі бір аударма кітапты орысша қазақшасын оқиды да, шейх бола салады. білмеймін, жаңағы өздеріне сондай звание алғысы келе ма, мен ана масхабтамын, мен масхаб ұстанбаймын, бір-екі нәрсені айтады да шыға келеді. Яғни бұл жерде сондық үшін біз жаңағы өзіңіздің сұрақ қойдыңыз ғой, дәстүрлі ислам деген не, қайдан шығып жүр, ол дұрыс па, дұрыс па? Яғни біз мәжбүрміз сөйтіп айтуға. Дұрысты дұрыс еместен ажыратып алу үшін айтылып отқан нәрселер. Содан жаңағы реттілік сақталмай тұр бұл жерде. Біреулер 4 жыл, 5 жыл, 10 жылдап сол салада қызмет етеді, соның бәрін ара жігін түсіндіреді. Біреу мына жақтан жаңағы дайын тұрған бірдеңені бер жағын оқи салады да, оның бәрін үстіне крестик қояды да мойындамайды. Сосын жаңағы буквализм. Кеше өлең айтып жүрген жігітің бүгін сақал қойып тақия кетті, ертең әлеуметтік желіге шығып алады, үкім беріп отырады. Содан кейін жаңағы жұрттың миын ашты сөйтіп. Білетін адамдар айтсаң, оны тыңдамайды. Себебі оның жаңағы несі жоқ. Қазірде өзі танымалдық, дәреже, ғалым деген нәрсе әлеуметтік желімен өлшенетін болып қалды ғой. Әлеуметтік желіде қаншалықты жазылған адам көп болса, соншалықты сен ғалымсың. Одан кейінгі бір ең сорақы нәрсе, қазір адамдардың имандылығын, немесе жаңағы былай айтсақ, жаңағы сөзімде кісілік құндылығын, оның білімімен, сөйлеген сөз, істеген іс-әрекетімен есептемейді, сыртқы формасын есептейді. Қаншалықты діни атрибутты сақтап жүр. Соны қаншалықты орындасаңыз, соншалықты мұсылмансыз. Бірақ оның іс-әрекеті, оның жаңағы сол салаға қатысты білімі, оның бойындағы құндылықтар қаншалықты, оны ешкім өлшеп жатқан жоқ қой. Өлшеу оны тырыстатқан жоқ, мүмкін өлшеу бар шығар, әрине бар ондай адамдар. Кәдімгі сөзімен ісі құлшылығы сай келетіндер бар. Өзім дайында бір-екі ұстаздар, бір-екі ағаларымыз бар. Разы боласың. Бірақ олардың саны мен жаңағылардың санын салыстыратын болсақ, таразының екінші жағы қатты басып кетейін деп тұр. Сондықтан жаңа біздің қоғамда, қазіргі қазақ қоғамдағы дін мәселесінің ушығып тұрғаны сол білімсіздіктен, жаңағы оқып білмей жатып бірден үкім беруден, эмоциямен келіп айтып жіберуден болып жатқан сияқты нәрсе меніңше. Дұрыс айтасыздар. Барлығы сол білімсіздіктен, бір құр уағызды тыңдап алып, эмоцияға беріліп, оның ар жағынан басқаша іс-әрекеттер жасап жүретін адамдардың бір талайын көріп отырмыз. Сондықтан бізге жалпы қазаққа дінді терең түсінуді нәсіп етсін деп айтқым келеді. Көп рахмет, ұстаздар. Уақыт шектеулі. Бұл тақырыпты мен сізге айтайын, ертең таң атқызуға болады. Бұл үлкен тақырып. Сондықтан уақыт шектеулі, сіздермен осындай сұхбат құрғаныма өте ризамын. Сіздердің уақыттарыңызды алып келіп жатырсыздар. Шәкірт тәрбиелеп жүрген ұстаздарсыз, сондықтан сіздерге алғысымыз шексіз. Ал құрметті көрермендер, біздер енді осы тақырыпты кішкене болса да бір ашқандаймыз. Кейбір мәселелер болса комментарияға жазып кетіңіз. Біз міндетті түрде қараймыз, ескеретін боламыз. Ендеше қош сау болыңыздар.